Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен дәл осындай диадеманың тігілу жолымен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар тізімі фетр және де осындай лекала. Лекаланы төменде көрсетілген номерден алсаңыздар болады, қайшы және қалам. Лекаламызды бастырып, фетрге екі жағында сызып алатын боламыз, дәл видеода көрсетілгендей. Фетріміз дайын болғаннан соң басты матамыз матовый бүйірімізді жанынан 1 см қоса отырып үлкен етіп аламыз. Және дәл осылай арты жабысатын оюымызды матамызға орнатып өтектің көмегімен жабыстырып алатын боламыз. Және де машинкада тіке-тігісте тігіс жүргіземіз. Тігіп болғаннан соң астар матамызбен біріктіретін боламыз. Астар матамызды да дәл басты матамыздай етіп қиып аламыз. Менде астыңғы мата бамбук матасы матовый бельордан жасаса болады. Дәл осылай екі жағынан ақырын үнені тереу арқылы тігіп аламыз. Тігу барысында үкі тұратын жерді закрепка беру арқылы екі ортасын ашық қалдырып кетеміз. Бұл бізге үкімізді орнату үшін қажет болады. Тігіп болғаннан соң ойық жерлерді тігіске жеткізбей қайшының көмегімен қиып шығатын боламыз. Тігіп дайындап алған бұйымымызды оң қаратып, дайындап алған фетрімізді видеода көрсетілгендей етіп салатын боламыз. Келесі кезекте бізге екі жанын тігу қажет болады. Екі жанын тігу үшін дәл видеода көрсетілгендей етіп, матамызды ішке қарай кіргізіп, резинаны саламыз. Тігіп болғаннан соң диадемамызды өз қалауымызша моншақтармен, тастармен әрлеуімізге болады. Және де осылай ашық қалған жеріне ыстық клейдің көмегімен үкімізді орнататын боламыз. Осымен менің диадемам дайын. Менің арнам сізге ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.